Қалайсың досым? Сен менің комнатамда не істеп жүрсің? Жарайды, кетуге асықпа. Мен саған қазір бір қызықты нәрсе айтпақшымын. Америкада бір өте қызықты эксперимент жасалған. Ол эксперимент бойынша көшеден адамдарды алады және оларға баскетбол қақпасына доп лақтыруларын сұрайды. Кейбіреулерін күтіседі, кейбіреулерін күтіспейді әрине. Және соның ішінен ең нашар көрсеткіш көрсеткен адамдарды алады да, олардың қастарына көптеген адамдарды көрермен ретінде орналастырып қояды. Адам онсыз да лақтыра алмайды. Ал оның қасына көрермендер. Сонымен қоса олардың көздерін дұрыстап отырып байлайды, допты лақтыр дейді. Және сол жерде көрермендердің басты мақсаты кісінің добы қақпаға түссе де немесе түспесе де бәрібір доптың түскеніне сендіру керек. Попросили толпу изображать восторг, куда бы ни улетел мяч. Да! Екі рет осылай жасайды. Превосходно! Получилось? Және осыдан кейін ана қызға айтады: көзіңді ашайық, енді кәдімгідей лақтырып көр тағы рет. Бір қызығы, допты мүлдем қақпаға түсіре алмаған адамдар баскетболдан біршама прогресс жасай бастайды. Мы словно взломали ее самооценку и заставили поверить во врожденные способности. Тура осы экспериментті олар профессионалды баскетболисттарға да істейді, кішкене өзгеше. Как по-вашему? Он покажет класс? Нет. Осындай күрделі сынақтан кейін ана баскетболды жақсы ойнаған жігіт аяқ астынан баскетболды жаман ойнап қалады. Вау! Қалай? Сонда біздің талантымыз біздің өзімізге деген сенімділікке байланысты ма? Солай сияқты. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде солдаттарға ауруды басатын дәрі кәдімгідей жетіспеді. Өйткені солдаттар көп, ал дәрі аз. Сол себепті американдық қу дәрігерлер мынандай тәсілді ойлап табады. Солдаттарға кәдімгі физрастворды, яғни су мен тұздың қосындысын ауруды басатын дәрі деп береді. Ештеңе айтпайды. Және оны қабылдағаннан кейін ана солдаттар шынымен де аурулары басыла бастайды. Медицинада бұл құбылысты плацебо әсері деп атайды. Яғни ауыратын адамға түкті әсер етпейтін дәріні береді де, оған оны әсер етеді деп айтады. Яғни сендіреді оның әсер ететінін. Бұл нені білдіреді? Егер адам өзінің жазылатынына сенсе, онда оның организмі шынымен де жазыла бастайды. Плацебо, біз технология жағынан қанша прогресс жасасақ та, өз миымызды әлі толыққанды дұрыс зерттеген жоқпыз. Біздің миымызда көптеген түсініксіз функциялар бар. Және де плацебо әсерін, яғни адамдардың өз-өзін емдеу әсерін, оларды емдеу үшін емес, сонымен қатар оларды өлтіру үшін де қолданған. Ежелгі тайпаларда мынандай жазылған: адамды алады, айдалаға апарады да айтады: өлесің дейді. Оған өлетін сендіреді. Сен өлесің қазір, өлесің. Сен дейді осыған. Кейбір кісілер оған шынымен де қатты сеніп қалған соншалықты тура сол моментте олардың жүректері тоқтап қалады. Кейбір адамдар айлап, жылдап сол жерде өз-өзін сендірумен болады: мен қазір өлемін деп. Дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін Польшада енді осыған шамамен ұқсайтын бір эксперимент болған. Дәрігерлер өлім жазасына тартылған қылмыскерлерге былай деп айтады: сендерге мынандай вариант ұсынамыз, яғни біз сендердің қазір қандарыңды шығарамыз, яғни денелеріңнен қандарыңды суарып аламыз. Егер сендер бүкіл қан аққанша тірі қалсаңдар, қандарың аққаннан кейін тірі қалсаңдар, онда сендерде өлім жазасынан құтыласыңдар дейді. Егер өлсеңдер, сендер по-любому сол жерде өлесіңдер дейді. Қылмыскерлерде амал жоқ, енді соңғы мүмкіндік болған соң мүмкін тірі қаламыз деп ойлап келіседі соған. Және эксперимент болатын күні ол адамдарды қараңғы комнатаға апарады, отырғызады және өлім туралы әңгіме айта бастайды. Одан кейін ол кісінің қолына өтпейтін пышақты қадайды. Қан қыздырмайды, просто өтпейтін пышақты жай қадайды. Қан ақпайды, ал сыртынан бір кісі жылы суды бүйтіп жүргізіп отырады. Қараңғы комнатада енді ол білмейді, ол қан ба, жылы су ма, просто қан ағып тұр деп ойлайды ана кісі. Одан кейін астына енді дыбыс шығарып қойды, қан тамшылап тұрған. Ана жігіттің беті ағара бастайды. Және бір қызығы, оған кәдімгідей сенің қаныңды сорып жатырмыз деп сендіреді, бірақ негізінде оның қаны өз орнында тұр. Осы эксперимент барысында ешқандай қылмыскер тірі қалған жоқ. Барлығы да сол жерде есінен танып, сол жерде марқұм болған. Кейіннен өлімнің себебін анықтаған кезде барлығында анемия болған өлім себебі, яғни қан аздық. Олардың қаны өз орнында тұр, бірақ олар қан аздықтан өліп қалған. Күнделікті өмірде байқаған шығарсыздар, көбінесе ауру туралы көп айтатын адамдар шынымен де өмірде басқаларға қарағанда көбірек ауырады. Морис Гудман деген жігіт 35 жасында 1981 жылы өте жаман әуе апатына ұшырайды. Және сол апаттың салдарынан оның бүкіл денесі парализованный болып қалады, яғни бүкіл денесі қозғалмайды. Дәрігерлер оған айтады: Морис, бітті. Морис, сен енді ескерткішсің, Морис, сен енді қозғала алмайсың, вообще бітті, Морис. Яғни дәрігерлер оған мүмкіндік жоқ дейді. Болды, сен өміріңнің аяғына дейін осылай инвалид болып қаласың, бітті. Морис, все, болды дейді. Бірақ та Морис Гудман өз-өзін іштей сендіре бастайды: мен жазыламын. А я представлял, как снова буду полноценным человеком и выйду из этой больницы. Өз-өзіне іштей мотивация бере бастайды жазылып кететініне. 3 аптадан кейін ол кісінің көзі мен саусағы қозғала бастайды. Ол енді медсестраларға көзін қыса бастайды. Және кейіннен тағы да өз-өзін сендіру барысында демала бастайды. Демалғаннан кейін 8 айдан кейін мүлдем қозғала алмайсың, мүлдем жүре алмайсың деген кісі 8 айдан кейін сол больницадан өзінің 2 аяғымен шығады. 8 месяцев спустя я вышел из больницы на своих двоих. Врачи говорили, что это просто невозможно.
Я никогда не забуду тот день. Қазақтарда бір ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан бір жаман мінез бар. Яғни пессимизм. Қазақтар пессимист, әсіресе үлкен кісілер байқаған шығарсыздар, олар ештеңкені иә деп айтпайды. Ой, мен үйте алмаймын, маған бітті же, все бітті, жоқ маған, все. Ешқашан бір жақсы нәрсе айтпайды. Қандай да бір бай адам болсын, қандай да бір танымал адам болсын, өмірде бірдеңкеге жеткен адам болсын, бәрінің бір ортақ көзқарасы бар. Мысалы, Дональд Трамптың кітабын оқыңыздар, Роберт Кийосакидің кітабын оқыңыздар, Сайдмурод Давлатовтың кітаптарын оқыңыздар. Барлығында да үлкен оптимизм бар. Оларды сол оптимизм бүкіл өмір бойы қамтамасыз етіп келе жатыр. Егер боксшы рингқа шықпай тұрып өзінің жеңетінін миында көрмесе, онда оны жеңу екіталай. Және футбол командасы да ойынға шықпай тұрып өздерінің жеңетіндеріне сенбесе, олар просто жеңбейді. Конфуцийдің мынандай сөзі бар: соғыс басталмай тұрып жеңу керек. Және досым, сенің бір өмірлік арманың болса, және сен сол арманды орындауға өз-өзіңе сенімділігі жоқ болса, менің қолымнан келмейді деп айтсаң, онда шынымен де сенің қолыңнан келмейді. Өйткені сен сол программаны өз миыңа жазып тастадың, енді одан қашып құтылу екіталай. Я бы выразил это простыми словами. Представь себя в своих мыслях и станешь таким. Менің достарым, сендерге видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басыңдар, комментариялар жазыңдар астына. Өздерінің пессимист достарыңа жіберсеңдер болады. Пессимист болып жүрмесін. Сонымен қатар менің инстаграмыма тіркелуді ұмытпаңдар. Менің ВКонтактедағы группама, ВКонтактедағы менің өзімнің страницама тіркелуді ұмытпаңдар. Менімен сөйлесіңдер, мен сендерге жауап беремін міндетті түрде. Сонымен неден басқа. Келесі кездескенше сау болыңдар. Кетші бар. Сенің көздерің мені қайтарып өзі не тартады бір